Тарихта азаттық үшін жан алысып, жан беріскен талай көтерілістердің болғаны белгілі. Солардың бірі Қазалы өңірінде өткен Арықбалық шайқасы. Жанғожа Нұрмұхаметұлы бастаған елдік жолындағы айтулы оқиғаға биыл 165 жыл. Ал Қазалы ауданындағы киелі орындардың бірі саналатын Жанғожа баба кесенесінің салынғанына тура 30 жыл толып отыр. Осыған орай бүгін Әйтеке би кентіндегі Жанғожа батыр кесенесінде халқының туған бағына Батыр баба Жанғожа атты рухани танымдық шара ұйымдастырылып, бабалардың ерлігі өскелең ұрпаққа үлгі етілді. Мазмұнды шара Жанғожа батыр ауылдық мәдениет үйінің өнерпаздарының театрландырылған қойылыммен басталды. Әсерлі шыққан қойылымнан соң аудан әкімі Мұхтар Оразбаев сахна төріне көтеріліп құттықтау сөз сөйледі. Мұнан соң Мұхтар Әуезұлы кесене құрылысына белсенді қатысқан бірқатар азаматтарды алғыс хаттармен марапаттап, халықтың атынан ризашылығын білдірді. Танымдық шарада Қызылорда облысының құрметті азаматы Ырыс акционерлік қоғамының президенті Самұрат Имандосов сөз сөйлеп, кесенені салу барысындағы жанкешті еңбекті, халықтық іске қазалылықтардың жұдырықтай жұмыла білгенін әсерлетіп айтып берді. Рухани шара мұнан әрі жыршылар мен жазба ақындардың фестиваліне ұласып, өнерпаздар өз өнерлерін ортаға салды.